Көп адамдар палауды дұрыс жасай алмайды. Біреуінде күріші жабысып қалса, енді біреуінде дәмі дұрыс болмайды. Ал біреуінде нағыз палау сияқты болмай шығады ғой. Бүгін мен сіздерге нағыз өзбек палауын ноқатпен өте оңай әрі дұрыс тәсілмен көрсететін боламын. Алдымен ноқатты бір күн алдын жібітіп қойсаңыздар өте керемет, немесе палауды жасаудан алдын 2-3 сағат бұрын суға салып қойсаңыздар, ноқат 2 есе көлем беріп ісінетін болады. Сол кезде піскенде де тез пісіп, оңай жұмсақ болатын болады дәмі. Менде декор бүгін осындай өте керемет сап-сары тюльпанмен жасайтын боламын. Маған керегі ет, сарымсақ, пияз, осындай сары сәбіздерді мен қатырып қоямын. Морозильникке оны көп пайдаланбаймыз, тек осы палауға ғана пайдаланамын. Сары сәбіздімді осылай турап алдын ала дайындап алғандықтан пакеттен шығарып қана қоя саламын. Соның қасына, сары сәбізімнің қасына қызыл сәбізді жақсылап майдалап, кәдімгі күнделікті палауға турағандай қылып турап алатын боламыз. Осы ноқат қосылған палау ерекше дәмді болады ғой қыздар. Соңына дейін көріңіз, палаудың бір өте маңызды құпиясын ашатын боламын. Осылай жақсылап турап алатын боламыз. Мінекей менде 2 орташа көлемдегі пиязды кәдімгі күнделікті тамаққа турағандай қылып турап алатын боламыз. Қыздар, сіздер жалпы палауға ноқат қосқан ұнатасыздар ма? Өзбек палауын сіздер үшін қандай болу керек? Білсеңіздер комментарияға жаза кетіңіздер. Және де осылай 2 тіс сарымсақты жақсылап осылай майда қылып турап алатын боламыз. Негізі сарымсақты етпен қоссаңыздар өте керемет дәм шығады, бірақ етпен қосып қуырған кезде сарымсақ тез қарайып күйіп кететін болады. Сол себепті мен басында етке қосып жіберген екенмін. Жартысын алып пияздың қасына қостым. Мінекей сәбізім дайын, ет және чесногым, сарымсақ және ет. Мына жерде пиязым және жібітілген ноқат. Осы заттар ғана керек болады. Дәмі өте керемет палауды барлығымыз бірге жасайық. Алдымен өзіміздің қазанға май құйып алатын боламыз. Ішін құрғатып, мен 1,5 шөміш май құйып алдым. Сосын пияз салатын боламыз. Пияз палауға ерекше хош иіс беретін болады ғой қыздар. Қызып тұрған майымыз міндетті түрде қатты қызған болу керек. Етті салып жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай етіміз қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салатын боламыз. Пиязды жақсылап қуырып, жалпы осы палаудың қалай шығуы пиязға байланысты. Егер осылай кішкене қызарыңқырап жақсы болып пиязыңыз қуырылатын болса, демек палаудың түсі қызғылт болып шығатын болады. Ал егер пиязды ақшылдау қылып қуыратын болсаңыз, палауыңыз да ақшыл болады. Мінекей енді алдын ала қатырылған сары сәбіз бен қызыл сәбізді екеуін араластыра отырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қыздар, мына осы сары сәбізді көпшілігі сұрайды. Жалпы тамаққа қуырылған кезде ешқандай да білінбей кетеді. Мінекей кәдімгі балғын сәбізден ешқандай айырмашылығы жоқ. Мінекей енді өлшеп су құятын боламыз. Көп су құюдың қажеті жоқ. Себебі күрішіміз езіліп кететін болады. Сол себепті ең басты етіміз және сәбізіміз суда батып тұрса болғаны біздің талап. Және су құйып болғаннан кейін осылай алдын ала жібітілген ноқаттарымызды да салып шығатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен 1,5 қасықтай тұз салдым. Жақсылап араластырып, астын қатты қойып бір қайнатып алатын боламыз. Оған дейін біздің етіміз шамамен 1 сағаттай қайнауы керек. Сол аралықта біз күрішімізді дайындап қоямыз. Мен 2,5 осындай шай кесемен күріш салдым. Алдын ала жақсылап 3 рет жуып алатын боламыз. Жуған кезде қатты мыжбай, өте баяу әрекетпен жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін 20 минутқа тамағыңыз пісуге 20 минут қалған кезде осылай күрішті алдын ала суға жібітіп алсаңыз, арасында күріштеріңіз піспей, немесе кейбір палаулар болады, күріші қуырылып қалған, суы аз болып, майы көп болып қалған. Сіздерде олай шықпайды.
Мінекей менің палауым 1,5 сағаттай қайнады. Сары сәбізімізді көріп тұрсыздар, ешқандай айырмашылығы жоқ кәдімгі балғын сәбізден. Тұзын көріп, егер тұзы жақсы болса, үстіне күрішімізді салып шығатын боламыз. Күрішті салып болғаннан кейін осындай үстіне палауға арналған арнайы приправаны салып шығатын боламыз. Осы кезде үйлеріңізде зіре болатын болса, оны да салсаңыздар, палауыңыз ерекше әдемі болып шығатыны анық. Енді осылай ақырын күріштерімізді жан-жаққа жая отырып, оттың астын барынша қатты қоямыз. Қатты қойғаннан кейін мінекей күріш суы тартылды. Енді кішкене бетін осылай әрекеттеріміз арқылы бетін кішкене араластырып, және тау дейміз ғой, тау сияқты қылып үйіп қоятын боламыз. Барлығын бір жерге жинап. Мен осылай жасаған өзіме ыңғайлы. Сосын болғаннан кейін ортасын міндетті түрде қасықпен тесіп шығамыз. Себебі палаудың арасындағы күріштер бар ғой, соларға да бу сіңіп, жақсылап күріштерді бөлек-бөлек болып пісіп шығуы керек болады. Мінекей осылай қойып, сосын қатты буыланғаннан кейін астын басып 15-20 минутқа қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің ноқатпен жасалған нағыз өзбек палауымыз дайын болды. Күріші бөлек-бөлек, еті жұп-жұмсақ, иісі керемет болды ғой. Егер видео ұнаса, лайк басып және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да дәмді рецептерде кездескенше. Сіздермен бірге болған Мадина. Назарларыңыз үшін рахмет. Менің каналымда тексерілген өте дәмді бір жасағаннан шығатын рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз.